3-ші орында тұр. 3 кездесуде бұл команда 6 ұпай жинады. Қызылжар әзірге 6-ші орында. Қызылжардың еншісінде 3 кездесуде жинаған 3 ұпайы бар. Бір рет қана жеңіске ұпайын алды. Ал Хантәңір командасы 2 рет жеңіске жетті. Олар ең алғаш 1-ші турда жеңіліп қалды өз алаңында. Жайықтан, одан кейін 2-ші турда Елмұңғы Қапшағай білесіздер. Қонаев қаласының өкілдері. Резервтегі төреші Руслан Жасыбай Алматы, матчтың инспекторы Нұрлан Жаспенов, Қонаев қаласы. Жайық командасын жеңіп қалды 1-2 есебімен. Сол матчта тіпті гол соққан жоқ олар. Автогол тіркелді еткені. 1-2 есебі таблода қалды. Қауіпті соққы доп жандандыра алады. Қайталап көрейік. Бері қапталда міне допталған Рауан Сәрсенбек. Қақпашы бұл допты тосып үлгірмеді. Соққы жасайды деп күтті әрине, бірақ пас берген екен бұл. Мүмкін ал дәлірек айтсақ, содан кейін ал мына соққы қандай көріп көрді Хантәңір командасы. Қақпаны көздеген команда капитаны Әділжан Қайрат болатын. Әділжан Қайрат сол аяқпен шірене тепті. Аян Сембаев та допты әдемі қайтара алды. Бұл осы матчтағы ең қауіпті соққы. Дінмұхамед Біржанұлы сол аяқпен әдемілеп көтеріп берді допты. Қақпаға соққы және есеп ашылды. Хантәңір командасы кездесудің 15-ші минутында есеп ашылды. Гол. Жеңіс командасының шабуылшысы екеуі. Бүгін міне Тимур Дишков чемпионаттағы 4-ші голын тіркеді. 4 матч 4 гол. Сол аяқпен әдемі көздеді қақпаны, осылайша өзінің командасын алға шығарды. Қазір шабуыл жалғасуда, бірақ осы жоқ. Қайталау сәтін біз көріп үлгірдік міне. Қазір ғана өте қауіпті шабуыл болған екен, тіпті қақпашы допты ұстап қолынан шығарып алды. Осы сәтте Жұмабек Жанқын әзірге таблодағы есеп өзгермеді, бірақ Қызылжар командасының шабуылдары міне қауіпті бола бастады. Қазір көреміз қазір. Қараңыздар. Өте тәуір басталды бұл шабуыл. Ал соңғы сәтте қақпаны көздеген Тайыр Дәулетбаев. Ол да негізі жақсы тепті, алыс бұрышқа қарай допты. Шиырып тұрып мейлінше тепті, бірақ қақпада тұрған Мұқағали. Қандай мүмкіндік, және есеп өзгерді. 2-0. Рауан Сәрсенбек шабуылшы соққы, есеп 2-0. Рауан Сәрсенбек биылғы чемпионатта ол алғашқы голын соқты. Қорғаныс шебіндегі өрескел қателік. Алдымен Екимов допты жіберіп қойды, одан кейін Екимов негізі кедергі жасау тиіс еді. Сондай-ақ орталық қорғаушы міне 6-ші нөмір Елнұр Орақтында бұл жерде кінәсі бар. Елнұрда Екимовта көз жазып қалды. Арғы қапталдан қосылған Арлан Баяхмет үлгірмеді. Қазір бұрыштама нүктеде Рахат Құрмаш. Рахат қақпаға тіке соққы жасаған екен. Құрғақ жапырақ мәнерінде соққы жасады. Бірақ Мұқағали Тамабек үшін қиын болмады. Допты қабылдау және есеп 3-0. 3-ші голда Хантәңір ойыншылар тіркеп отыр. Жұмабек Жанади. Жұмабек Жанадидің биылғы маусымдағы 3-ші голы. Допты өте жақсы қабылдады Жұмабек. Алыстан пас берілді. Қорғаушылар тағы да доптың бағытын дұрыс айқындай алмады. Ал Жұмабек қараңыздар қандай шебер соққы жасап отыр. Қақпашының алды еткені. Ал осындай сәтте қазір Қызылжар жақын кеп соққы жасады. 21-ші нөмір бұл Жұмабек Жанади. 4-ші голын соғу мүмкін еді. Осы чемпионаттағы сәл биіктеп. 2-1
2-1 шығып отыр Қызылжар ойыншылары, бірақ ертерек пас беру керек. Федосов дұрыс істеп алмады және өкініп жерге жата кетті. Қандай мүмкіндікті күту керек еді Федосов. Командаласы Тайыр Дәулетбаев мейлінше тырысып пас берді. Қараңыздар. Қорғаушының арт жағынан өткізіп топты. Тайыр Дәулетбаев, ал Федосов дұрыс істеп алмай қалды. Ай, міне 4-ші гол қазір соғылып отыр. Бұл жолы дубль жасаған Рауан Сәрсенбек. Қызылжар қорғанысының тағы бір сыр берген қос голдың авторы атанып отыр. Арғы қапталдан жер бауырлата пас берді. Сәрсенбек өзі бір ойыншыны алдап кетіп, қақпашының иығынан асыра тепті допты. Бұдан артық ештеңе керек емес еді. Есеп 4-0. Хан Тәңірі Қызылжар командасының қақпасына жауапсыз 4 гол соғып отыр. Тағы бір гол ал керек болса. Тіпті бұл жерде гол деп айғай салудың да түк қажеті жоқ. Өйткені есеп онсыз да ірі болып мергендік танытты. Есеп 5-0. Стандарт кезінде тамаша соққы, әдемі соққымен Әділжан Қайрат бұл матчтың бәлкім нүктесін қойған шығар. Шебер орындау енді. Қараңыздар. Шабуылды ерекше соққымен аяқтап отыр. Әділжан Қайрат бүгін гол соғуға лайықты ойыншының бірі еді. Міне қазір бұл капиталда ешқандай нәтиже бермеді. Тағы да дөрекі ойын. Бұл сарғағазды Марал алады және алаңнан қуылады. Өйткені екінші сарғағазы. Не дәл осы жерде әрине ереже бұзып түкке керек емес еді. Сәрсенов ортаға допты жақсы жеткізіп отыр. Кезек енді Дінмұхамед Тайланда. Тайлан! Есеп 6-0. Дінмұхамед Тайлан. Бүгінгі матчтағы 6-ші голдың авторы. Толық күйретіп отыр қазір Қызылжар командасын. Хан Тәңірі ойыншылары. Қызылжар бүгін өте қиын матч өткізіп отыр. Әсіресе Аян Сембаевқа қиын болды, қараңыздар. Аян Сембаев одан кейін қақпашы алмастырды, бірақ бәрібір Қызылжар қақпасына соғылған гол азаяр емес. Болды. Төреш ойынды аяқтады. Өте дұрыс әрине. Бұны